Базалық зейнетақы барлық қазақстандықтарға беріледі. Бірақ оның мөлшері еңбек өтіліне байланысты және 2024 жылы ол 28 мың теңгені құрап отыр. Сома 10 жыл еңбек өтілі болған соң өсе бастайды. Аталған аз ғана сома кімдерге тиесілі? Ал осы базалық зейнетақы алдағы уақытта көбейе ме? Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, пікір қалдырып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Қазіргі уақытта Қазақстанда мемлекеттік зейнетақы екі құрамдас бөліктен тұратыны белгілі. Базалық төлем, яғни барлық қазақстандықтарға тиесілі. Ынтымақтастық төлемі 1998 жылға дейін еңбек өтілі барларға ғана төленеді. Бұл ретте Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі ескерткендей, базалық зейнетақының мөлшері алушының жалпы еңбек өтіліне байланысты болады. Бір қызығы, ол еңбек өтілі 10 жылдан асқан жағдайда ғана өсе бастайды. Және осы уақытқа дейін төлем ең төменгі күнкөріс деңгейінің 65%, яғни 2024 жылы ол 28.215 теңгені құрап отыр. 10 жыл қызмет өткергеннен кейін үстіңгі әрбір қосымша жыл үшін базалық төлемнің мөлшері 2%-ық тармаққа артады. Яғни 20 жыл жұмыс істегенде зейнетақы айлық жалақының 85%-на жетеді. Ал 30 жыл үшін ағымдағы максимум 105%, яғни ол 45.578 теңгені құрап отыр. Алдағы жылдары базалық зейнетақының ең жоғары мөлшері жыл сайын өсетін болады және 2025 жылы ол ең төменгі күнкөріс деңгейінің 110%-ын құрайтынын, ал 2027 жылға қарай ол 20%-ға жететінін ескерген жөн. Қазақстандықтардың алатын орташа төлеміне келетін болсақ, ол бірінші қазандағы жағдай бойынша мүмкін болатын максималды көрсеткіштен 42.599 теңгеден аз. Дегенмен бұл төлем ынтымақты бөліктен әлде қайда төмен. Оның орташа мөлшері 89.211 теңгені құрайды. Егер екі төлемді біріктіретін болса, онда жалпы мемлекеттік зейнетақының орташа мәні 131.810 теңгені құрайды. Жалпы жыл басынан бері республикалық бюджеттен 2.803 миллиард теңге зейнетақы төленді. Базалық зейнетақыға 882.8 миллиард теңге, ынтымақты зейнетақыға 1.9 триллион теңгеден астам. Ынтымақ құрамдас бөлігі жақын арада жойылады, өйткені болашақ зейнеткерлердің 98 жылға дейін жұмыс өтілі болмайды.